Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тұранда түркі ойнаған ұқсап отқа, түркіден басқа от боп жан туған ба? Көп түркі енші алып тарағанда, қазаққа қара шаңырақ қалған жоқ па? Деп Мағжан Жұмабаев ағамыз айтқандай, осынау ұлан байтақ жерімізді Алла тағаладан бізге сый болып, ата бабамыздан мұра болып қалған жерімізді сақтау әрбір қазақтың міндеті. Төмендегі шумақтар мен қазақпын дейтін әрбір қандасымызға арналады. Бұл билікті салмасақ күшке тығыз, алға қарай баспайдау істеріміз. Іштен шыққан жау жаман деушет қазақ, сырттағыдан қиын боп тұр іштегіміз. Қалың ел бос сөздерге иланғандай, биліктің кесірінен қиналғандай. Шашып жейтін сұңқар емес бұл билікке, басып жейтін қарғалар жиналғандай. Халықпен келмей билік келісімге, қолсынса қалып жатыр жеңішінде. Ел қаласа хан түйесін сойушы еді, ал қазір боп тұрғандай керісінше. 5 күн жалған емес қой тағдыр мазақ, артымызда игі іс қалдырмасақ. Ел тағдыры талқыға түскен кезде, аттандап атқа қонсын әрбір қазақ. Халқым деп батыл іске бет түзедім, қайтсем елді жайлы өмірге жеткіземін. Тасада басын сұғып тығылғанды, отанға жан ашымас деп білемін. Ей бауырым, алаңға шық жаның барда, бойында қазақ дейтін қаның барда. Жер астының байлығын сатып болып, жердің өзі саудаға салынғанда. Өркениетті елдермен теңеспедік, бекерге желікпелік, келіспелік. Қасыққаны қалғанша жер қорғаған, батырлардың ұрпағы емеспедік. Жаратқан бір Аллаға жүгінемін, кей қандастың ісіне түңілемін. Ақиқаттың жолында ат салысу әр қазаққа міндетті деп түсінемін. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені